Нұрасыл, сен естіп жатсың ба? Директор 10-шы сыныптар тесті жақсы өтсе, жазғы демалысқа жібереді екен. Мә, күште. Сол үшін ба қуанып тұрғаның? Тезірек 10-шы сынып оқысақ екен. Лагерге бару үшін 10-шы сынып оқу міндетті емес екен. Тек қана 10-шы сыныптармен бірге сабақты үздік оқып, және де конкурстарға қатысқан балдарды да жібереді екен. Онда жақсы болды ғой. Барынша кірсейік ендеше сабаққа. Кеттік, асханаға қайтайық. Кеттік. Беттеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Бас кетті саған айнала, ей айнала, жаным айнала. Сенің қолдарыңды ұстап ал, арнадым саған күй табақ. Қолымда қызыл гитара, ей гитара, жаным гитара. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйкімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйкімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Тек сенімен тек мен, жүрегімнің бір бөлігі төрттен. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Тек сен. Аян балам, мен бармайым, көшсеңдер өздерің көшіңдер деген не әңгіме? Әкең естімесін мұны әңгімеңді. Папаңның жұмысы сол жаққа ауысып жатқанын білесің ғой онсыз да. Біз анда, сен мында, аспатпайды маған сені уайымдап. Сені қазір алып кетеміз деп жатқан жоқпын. Біз барып ыңғайлана береміз, сен 90 біткесін келесің. Әкең анда жалғыз, көмектесу керек балам. Оның үстіне сен ол жаққа барсаң бос жатпайсың, ентіға дайындаласың. Сені сол жақта курстарға жазып та қойдым. Қайдағы курс, мам? Бірақ жылым ғана қалды ғой. Неге үнемі осылай жасай бересіңдер? Үлкен болдым ғой уже, өз еркім ештеме шеше алмайым ба? Аян балам. Кеттім мен. Автобусқа кеш екенмін қазір. Аян балам, тыңдашы мені. Карина, тоқтай тұршы, саған бірдеңе айтайын дедім. Не болды? Карина, осы соңғы кездері байқап жүрмін. Шаршап жүрсің бе, әлде тесті ойымдап жүрсің бе? Әбіржіп кетіпсің ғой. Әбіржігенің сонша, сенің сыныбыңның балдары жан-жаққа шашырап кетіпті ғой. Алдындарда Анель, Рахат деуші едік та. Ал енді біздің Лаура мен сенің сыныбыңның Нұрболын кеше оңашада кездесуінде көрдім. Ой, оларды қойш. Байқап жүрмін, Рахатты қайтадан өзіңе қайтарам деп тырысып жүрсің. Давайте біз бірігеміз. Мен саған, ал сен маған көмектесесің. Ая, өз жөнімен жүре берсе, хорошо. Сен де анау Анельдерінде мені түк те қызықтырмайсыңдар. Ойбай, Карина, қойша. Білем ғой мен барлығын. Анельге жасалған пранк, даже осы жерге жабыстырған суреттер, телефонда тарап жүрген смс-тер, барлығын білем. Бақнар апай, қалай айтушы еді? Почеркіңнен танимын дегендей. Сондықтан бұл істің барлығы сенікі екені айдан анық. Не айтып кеттің? Давай, если сен маған көмектескің келсе, менен аулақ жүр. Өзіне де көмек болады. Аян, қалай, жақсысың ба? Жақсы. Неге сұрадың? Шай, чо там Анельмен сөйлесіп жүрсіңдер ма? Жоқ, не болды? Не болды? Екеуміздің сөйлеспегенімізге біраз болғасын ба? Әлі сен сөйлесуді ұмытып қалғансың ба? Короче, Анельге жасалған пранкта, кешегі фотоларда барлығын жасап жүрген сен де ойлап, басында шамалы ошибка жіберіп қойғам. Но енді мен шындықты білем. Енді барлығын шешіп, орнын толтырамыз. Ойбай,
сыныптың ауызбіршілігіне аса мән бергілерің келді ма? Екеуіңді бірге көрмегелі біраз болған соң ба, біртүрлі екен. Иә қыздар? Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатта отыра қойыңдар. Неге түгел емеспіз? Апай, сіздің сабағыңыз ба не? Жоқ, мен сабағым емес, қазір өз мұғалімдерің келеді. Насыр, алдындағы маған жинап әкеп берген проектілеріңді көрдім. Директорге апармай түгелдедім, жақсы екен, бәрі ұнады. Бірақ ішінде бір түсініксіз файл жүр. Сұрайын дегенмін, кімдікі мынау? Аты жөнінде жазылмаған. Не болдың? Таптың ба қағаздарды? Бүгін соңғы күн. Не үндемейсің? Босқа ақтара бергенше есіңе түсір қайда қойғанды. Сол күні водительден сен беріп жіберген қағазды кухняда тамақ жасап жүріп қарап шықтым. Кеткен қателіктер болса жөндейін деп. Сол кезде жоғарыдан Анель түсті. Мау, маған әлі ренжіп жүрсіз ба? Уайымдамаңыз, енді барлығын өзім реттеймін дедім ғой. Жарайды, енді барлығы өзің үшін ғой. Мама, сіздің бір көмегіңіз керек болып тұр еді. Мектептен бір проект қорғау бойынша жарыс болып жатыр еді. Соған менің атымды жазып қойыпты да. Соны қатыспасам болмайды, апайлар да міндетті деп жатыр да. Соны бір қарап шығасыз ба? Мен киімді ауыстырып келейін, оған дейін соны қоя тұрасыз, иә? Ана жерге қоя салшы. Рахмет. Тамақтың астын басып, Анельдің проектін қарап жатқаным сол еді, сен хабарластың. Өткен айдың отчетін сұрадың. Сол кезде мен жоғары көтеріліп кеттім. Өткен айдың отчеттарын қарау үшін. Мам, мамаға дейді ғой. Мен бара алмадым. Осыны керек. Мам, жоғарыдасыз ба? Мен проектімді алдым. Кеттім мен, мам, давай. Менің есіме түсті. Қазір 1 минут. Не болды, табылды ма? Бұл басқа қағаздар екен. Түсінбедім. Анельдің қағаздары бұл. Қалай Анельдің қағаздары? Кешегі біздің құжаттар қайда? Осы файлға салып беріп жіберген жоқпын ба мен саған? Анель шатастырып алып кеткен. Жоқ, не деген адамсың сен? Бір дүниені бастан аяқ алып жүре алмайсың. Барлығын былықтырып біттің ғой сен өзі. Істеген ісіңнің нәтижесі бар ма өзі? Жоқ, азынан кешке дейін салонға барып ақшаны құртып жүрсең болды ма? Не жетпейді саған? Жоқ, әжептәуір сабағын оқып жүрген қызды мектептен ауыстырып, неге именно сол мектепке ауыстырдың сен? Салонға барып дейсің ба? Осының барлығын кім үшін істеп жүрмін мен? Сенің ақ көңіліңнен шықпай қойдым ғой. Неге именно сол мектеп дейсің ба? Әдейі ауыстырдың сол мектепке. Сенің былықтарыңды бітіру үшін. Анда лас тірліктерге баланы неге араластырасың сен? Мәжбүр болдым мен соған. Сенің тапсырған адамдарыңның қасында қызың сол тірліктердің барлығын әлде қайда жақсы бітіреді. Сен 1 сағат уақыт берем. Ана Анельдің қолында жүрген құжаттардың барлығы менің қолымда тұратын болсын. Ана шаруаның барлығын реттеп қой. Бұдан былай менің қызымды ана лас тірліктеріңе араластырма. Егер бір кесірі тиетін болсын, мен сені оңдырмайым. Мен
менің проектім апай не болды? Анель, сыртқа шығып сөйлесе аламыз ба? Жарайды. Жүре. Апай не болды? Бірдеңе түсініксіз ба? Анель, сенің проекттеп берген дүниелеріңнің ішінен түсініксіз қағаздар тауып алдық. Менің проектімде ма? Апай кәдімгі компьютерлік құрылғылар туралы ғой. Қай жерде тұрсыз? Бір көріп шығайын? Апай, мен анамның документтерін алып кетіппін. Мен анама апарып берейін, ертең өзімдікін алып келем, бұл менде тұра тұрсын, иә? Жоқ, Анель, бұл менде тұрады. Сен сыныпқа барып анаңды шақырып кел. Бұл документтерді анаңмен сөйлесем. Бар, Анель. Жарайды. Қалайсыңдар, қыздар? Вау, Карина, шашыңды өлтіріпсің ғой. Күшті болып тұр. Ой, рахмет, қыздар. Қыздар, сендерге бір жаңалық айтайын ба? Жаңа мектепке келе жатсам, Аяны көрдім ғой. Аясы кім? Который сен поклонницаң ба? Ну, типа, еще маған айтып қояды ғой. Сенің бір өзіңнің күшін жетпейді, Анельге давай бірігейік дейді. Походу, анау Анель бәрін бейістеткен болар. Ойбай деп әңгімені жіберген сияқты ғой. Как, қыздар? Жігіттер, кеше жаман ұстап қала жаздадық, Ана Лаура көріп қалған жоқ па екен? Родной, бірақ жаман алдап түсірдің ғой. Ойыңа қайдан келді ана шоколадты беру? Мә, айтпаш, мен де жаман шошып кеттім ғой. Басыма неше түрлі ойлар келді. Былай қарайым, қасымда тұрған біреудің шоколадының алдында Лаураға мынау саған деп беріп жібердім ғой. Лаураға ма? Родной, мынауың бір қызық болды, как раз Лаураны ұнатып жүрің. Қызық болды ма, ұят болды ма, білмеймін оны. Сол кезде артынан как раз қыздар келген. Сол қыздардың біреуі мына шоколад менікі демесе болды ғой. Жігіттер, оны қоя берейік. Ана Насырдың қолындағы видеоны қалай болса да алып алу керек. Нақтылап ойлаңдаршы, не істеуге болады. Давайте, жоспар құрайық. Жоспар. Так, ертең нешінші күн? Ертең среда. Среда оларға соңғы сабақ по идее физкультура. Насыр по-любому ояққа сумкамен барады. Сен сол кезде Насырды алдамдыра тұрасың ғой, сөйлесіп, мен разделкаға кіріп сумканы алып алайын. Досым, может, оның сумкасында емес, оның қалтасында шығар. Жігіттер, может, Арманмен байланысып көреміз? Арман. Табылған ақыл. Давайте Арманмен сөйлесіп көрейік. Нормальный жігіт сияқты, қасымызға тартып көрейік та. Как раз біз бірге футболға барамыз. Сол кезде өзім сөйлесіп беремін ғой, маған қалдыра салыңдар. Жандос, осы екеуіңіздер сөйлесіп келейік. Все, сенім сендер онда. Ау, тәте, қалайсың? Мектептемін ғой, не болып қалды? Не, ерте шыға аласың ба дегенде, бізде емтихан болып жатыр, соған дайындық. Мамама Алматыға? Тәте, маманы Алматыға алып кетпесе болмай ма? Тәте, неғып олардың сөзіне сене бересің? Қаншама адамда ол жақта емделіп жатыр ғой, жазылып кетіп жатыр. Маманы алып кетпей ақ қойсыншы. Карина? Кари, отырсам болады ма? Не болды, жылап отырсың ба, не, Карина? Бірдеңе болып қалды ма? Неге жылап отырсың? Карина? Қойшы, араласпаш, әлде қарап рахаттанып отырсың ба? Неге олай жаманнан түсінесің? Мен қайта көмектескім келіп жатыр ғой, Карина. Қайта ішіңдегіні ақтарып айтып алсай арамызда қалады ғой. Жылама, неге жылап отырсың? Бірдеңесі болып қалды ма? Карина, сынасың ба? О, Анель. Өткендегі суреттерден кездеспедік ау деймін, Байқасам, кішкентай кезінде слишком қияли болған сияқтысың ғой, Модельгершілік та типа. Қыздар, тоқтай тұрыңдаршы. Анель, мектептен қашан кетпек ойын бар? Әлде ұзақ күтеміз ба? Қыздар, қойыңдаршы болды. Жүріңдер, классқа барайық.
Қалайсыңдар жігіттер? Қалайсың, родной амансың ба? Че там футболға келмей кеттің ғой? Бір-екі тірліктер, проект дей ма соның кезі? Сол проекті демекші, біздің балдан проект жазылған флешка Насырдың сумкасына етіп қапты. Соны алып берсей? Қош, ол қандай сөмкесіне, мектеп әлде өзің физра? Білмейсің, екеуің біреуінде ғой, алып берсей соны бізге. Болды, жігіттер, айтсаңдар болды, алып берем ғой. Аян, айтпақшы сен туған күніңе атқан жоқ па? Че-тан іздейміз? Ой, оны ойлайтын жағдайда жүрген жоқпын. Үйдегілерде Астанаға көшеміз дей ма? Көшкен десей, бір жыл ғана уақыт қалған жоқ па? Сол айтсам түсінбей отыр ғой. Бір жағынан папаның жұмысы ауысады дей ма? Папаның жұмысы болса түсінуге болады. Ничо, сен как раз кете дегенсің, онда жақсылап атап өтейік. Жотам рахат, мәссің ғой. Флешкадағы барлық видеоларды түсірдім деп мәз болып отырсың ба? Жотам не болды айта бер. Ерте қуандым деп ойламайсың ба? Менде әлі ондай видеолардың 4-5 көшірмесі бар. Давайте одында жақсылап келсек. 2 күннен кейін Аянның туған күні. Соны жақсылап бүкіл мектеп келетіндей қылып ұйымдастырсаң, мына видеоларды өшірем. Дұрыстап ойлан, рахат. Саламатсыз ба, қалайсыз? Анельдің мамасы едім ғой? Аха, келіңіз отырыңыз. Қалайсыз, Бағыныр апай, амансыз ба? Қызымның именно сіздің сыныпқа келіп түскеніне мен өте қуаныштымын. Үнемі сіз жөнінде жақсы айтып отырады. Нәтижелерінде көріп жүрмін, өте жоғары деңгейде. Рахмет апай, сенім білдіріп, біздің сыныпқа жібергеніңізге көп-көп рахмет. Бірақ бұл жерде Анельдің жетістігі үшін сізді шақырып отырған жоқпын. Анельдің проектлерінің ішінен түсініксіз бір документтер тауып алдым. Біліп отырған шығарсыз? Иә, біліп отырмын. Бала болғаннан кейін ісі шала болады. Менің қағаздарыммен алмастырып алып кеткен ғой. Бір жағынан осы қағаздарды алуға келдім. Бұл документтердің директорге барса не болатынын білесіз ба? Директорге бармаса екен деп, мына кішкене сізге сыйлық алып келдім. Не айтып отырсыз, апай? Сыйлығыңыз өзіңізге? Бұл документтер директорге де, сізге де берілмейді. Берілмеуінің себебі сіздердің лас істеріңізді жабулы күйінде қалдыру мақсатында емес, Анельдің сыныптың алдындағы абыройын түсірмес үшін. Бұл документтер енді жоқ. Сізге педагог ретінде айтар кеңесім, сіздің өзіңіздің лас істеріңізге оқушыларды, яғни балаларыңызды араластырмауыңызды сұраймын. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Келесіде Анельдің тек жақсы жетістіктерінде кездесейік. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Азиз Бергеш. Ауаға. Азиз, осы сен ағаң бір кафешкісі бар еді ғой? Иә. Соның 28-іне бос па, бос емес па, нақтылап сөйлесіп берсей маған. Закрытый форматта тоғын күн жасау керек болатыр. Болды, қазір звондап көрейін. Все хорошо, сенім сағында. Бағыныр апай күтетірмізші? Ау, Анель, айта ғой. Бағанағы документ жайында сөйлесейін деп едім. Сол документтерді өзім алып кете берсем болмай ма? Өзімнің проектімді ертең әкеп берем, апай. Анамның документімен ауыстырып алып едім. Жоқ, Анель, бағана саған түсіндіріп айттым ғой. Ол документтер саған берілмейді. Және бұл тақырыпта сенің анаңмен сөйлестім. Бұндай ұсақ түйек дүниелерге миыңды қатырма. Ертең сенде маңызды күн. Имтихан екен білесің ғой. Бар сыныпқа кіріп дайындал. Жарайды, апай, сау болыңыз. Барлықтарыңа тағы да қайырлы кеш, достар. Менің бауырым Аянның туған күніне қош келдіңдер. Қалмай келгендеріңе де көп-көп рахмет. Білеміз, арамызда қаншама оқиға өтті, кейде ренжісіп қалдық. Ол қателіктердің барлығы Аян екеуміздің де бар. Ең сол менің кеткен қателіктер болса, кешіріп қойсын деп бүгінгі кешті арнайы Аян бауырым үшін ұйымдастырып отырмын. Онда келіп бауырым.
Че там, ойымдап кетіпсің ғой. Достар, бұл ешқандай пранк емес, ойын емес. Ойымдамаңыздар. Аян өзің енді бір-екі ауыз сөзіңді айтып кетсең. Бүгінгі менің туған күніме келгендеріңе үлкен рахмет. Осының барлығын жасап, ұйымдастырып жатқан достарыма рахмет. 10А, мен сендерді өте қатты жақсы көрем. Егерде ренжітіп қойып жатқан кездерім болса, барлықтарынан кешірім сұраймын. Және де тағы да айтатын бір жаңалығым бар. Келер жылдан бастап мен оқуымды Астана қаласында жалғастыратын боламын. Дегенмен де мен сендерді ешқашан да ұмытпаймын. Менімен болғандарыңа үлкен рахмет. Ендеше достар, бұл кеші тек қана Аянның туған күні емес, және де шығарып салу кеші деп есептейік. Сондықтан кетіп барлығымыз жақсылап көңіл көтерейік. көздерің айға дәрдің менің неге білмеймін. Көздерің айға дәрдің менің неге білмеймін. Құралайын саған қалай айтайын, кеудемде ұшын майды жайматайды. Соңғы уақыт тебе бақыт көзіңнің сөз мені шайқайды. Көздеріңнің бояуы жаймен сырғып барады, әрі қанжас тамшының себеп кері тек мен елім айнадағы бет-бейнеңнен жек көреміз секерлермен толған. Саламатсыздар ма оқушылар? Демалыстарың қалай өтті? Бүгін тест екен білесіздер ғой, ә? Не болған сіздерге? Мынау не түрлеріңіз? Кешегі демалыс не үшін берілді? Неге осындай жағдайға бейжай қарайсыздар? Тұр, тез, тұрамыз. Басын көтер. Жарайды енді, уайымдамаңыздар. Ұбыт емес, бұл аттестаттау тесті. Сондықтан біз сендерге сенеміз. Жақсылап тапсырып шығайық. Бұл мектептің, мұғалімдердің және сіздердің абыройларыңыз. Мен сіздерге сенем, сенімімді ақтайды деген ойдамын. Сондықтан давайте сәттілік болсын. Оны қатты емес, бір қарағын қопасып тұрып жем. А, кстати, айтың спорғалы кішіден қолданбаңдар. Оля, емесеміз. Лаура, как жетірше? Алло? Мам, мен тестке кірейін деп жатыр, не болды? Жетер болды, мені туғанда, томында тасқандарың. Мен өз өмірімді сұрамайын ба не? Бүгін тест, басқа балдардың мамалары сәттілік тілеу үшін хабарласып жатса, маған всегда проблемаңды айтасың да отырасың. Шаршап кеттім мен уже, хабарласпаңдаршы болып. Анел, жүр кеттік. Емтиханнан кешіп қалуымыз мүмкін, тез етіп барайық. Лақты отыңдап айт, неге бейді өссіне бей сұрайт, неге оғы